Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен осылай жылдам әзірленетін етсіз кешкі ас дайындайтын боламыз. Қазанымызға суымызды құйып, тұзымызды салып, күрішімізді қайнатып алатын боламыз. Яғни күрішіміз пісіп дайын боламын дейінше салмасына қажетті заттарды кесіп дайындап алатын боламыз. Өте қарапайым әдіспен дайындалады, және де асыққан жағдайда осы тағамды жасауға кеңес беремін. Арнама жаңадан қосылып жатқан жандар болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Тартылған етімізді осылай қуырып алатын боламыз. Одан соң пиязымызды салып қуырып аламыз. Картопымызды салып, және де сәбізіміз бен помидорымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Татымына қарай тұзымызды салып, қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Және де салмасы пісемін дегенше бізде осылай күрішімізді дайын болды. Осылай қарапайым әдіспен кесеге салып күрішімізді аударып алатын боламыз. Осымен кешкі асымыз дайын. Қош сау болыңыздар.